Бала олып қартлық хақында іч тошылмейсің. Ама вақыт пек тез кече. Бізім янымызда әр вақыт ана бабалар ве әлбетте севімлі бита қарт бабаларымыз ола. Октябрьнің бір күні халқара эсле башлаларының күні қайдетіле. Мерақлы ки, бұл күн Японияда пейда олды. О вақыт бір койның сакинлері өз яшайышыны елештірмек үшін бір йом қыдырайдылар ве қартларға мұражат етіп, файдалы тевсиелер алдылар. Бұндан соң, эсле башлаларының күні байрам кыбы қабыл етілді. Эсле башлаларының күні бірінші Японияда, соң Авропада, веда кече бұтын дүнияда қайдетілмеге башлады. Шу күннің esas мақсады қартларға, оларның hikmetine ve tecrübelerine үрмет көстермектір. Ама muhim ki, yakınlarını tek şu күнде дегіл де әр күн хатırlап, оларны unutmayıp, диккат айырмақ lazımdır. Çünkü қартларымыздың yaşayışı bizim yardımımız ile daha da kolay ola. Қырым татарларының бір яқшы әдеті бар, қартларының иліне алмақтыр. Бойлелікнен оларға итибарымызны көстереміз. Аслында қартлар біздің медениетімізде мұйым ер тұтмақта. Шының үшін келіңіз епіміз, өз севімлі бита қарт бабаларымызны ұнытмайып, оларға сайғы көстеріп, лезетлі бір татлылықлар алып, оларны зиярет етейік.